Тағы өзекті мәселелердің бірі бұл біздің мектептердің құрылысы. Жаңа айтқандай, қала халқының тұрғындарының саны көбейген сайын біздің балалардың саны да көбеюде. Мысалға 2010 жылы 74 мың мектеп оқушысы болатын болса, өткен жылы 193 мың оқушы болды. Биыл 200 мыңнан асады. Ал 10 жылдан кейін 400 мың бала мектепке барады деп болжамдауда. Мысалға айтатын болсақ, 2019 жылы бізде 5 мыңнан астам мектеп оқушы мамыр айында мектеп бітірген болса, ал қыркүйек айында 24 мың бала мектепке келді. Тап солай, 2020 жылда 6 мыңнан астам мамыр айында бала мектеп бітірген болса, 21 мың адам, 21 мың бала қыркүйек айында мектепке келді. Биылда 7 мың адам, 7 мың оқушы мектеп түлегі болған болса, 25 мыңға жуық бала мектепке табалдырығына аяқ аттайды деп біз күтіп отырмыз. Бұл деген сөз біздің мектебімізге балалардың саны көбейген сайын мұғалімдерге салмақ түседі. Демек, біз көбірек мектеп салуымыз қажет. Сол үшін қандай жұмыстар атқарылуда? 2019 жылы біз 6 мектеп құрылысын аяқтадық. 2020 жылы 11 мектептің құрылысын аяқтадық. Ал биыл 40 мың орынға 15 мектепті салып жатырмыз. Биыл оның барлығы бітетін болады.